Ассалаумағалейкум қазақ бауырым. Бүгін мен саған неше түрлі криптовалюталарды тегін жинауға болатын новый сайттар көрсеткім келіп отыр. Бұл сайттар арқылы криптовалюта жинау үшін саған бұл сайттарға тіркелудің қажеті жоқ. Сосын бұл сайттар арқылы криптовалюта жинау үшін саған Faucet Pay деген крипто кошелек керек болады. Faucet Pay дегеніміз міне мынандай сайт. Мен бұл сайт туралы видео обзор жасадым, яғни бұл сайт туралы видео түсірдім. Егер де ол видеоны көрмеген болсаң, ол видеоның ссылкасын осы видеоның астына қалдыратын болам. Егер де қызық болса, қарап шықсаң болады. Сосын айтпақшы, егер де сен менің YouTube каналыма әлі де болса жазылмаған болсаң, міндетті түрде менің YouTube каналыма жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпа. Сонымен ең бірінші криптовалюта жинауға болатын сайтымыз арқылы Dash деген криптовалюта жинауымызға болады. Екінші сайтымыз арқылы Dogecoin деген криптовалюта жинауымызға болады. Үшінші сайтымыз арқылы Tron деген криптовалюта жинауымызға болады. Төртінші сайтымыз арқылы Litecoin жинауымызға болады. Бесінші сайтымыз арқылы Solana деген криптовалюта жинауымызға болады. Сосын бұл сайттардың ссылкаларын мен Telegram каналыма пост қылып шығаратын болам. Сосын сол посттың ссылкасын осы видеоның астына қалдыратын болам. Сосын бұл сайттар арқылы 2 минут сайын күніне 15 рет тегін криптовалюта жинап отыруыңа болады. Сонымен ең бірінші Dash деген криптовалютаны жинап бастаймыз. Сосын айтпақшы, бұл крандарға кірген кезде міндетті түрде бұл крандардың балансына қарайсың. Дәл қазір Dash жинауға болатын кранның балансында мынандай Satoshi бар. Яғни бұл сайт арқылы Dash'ты жинай беруімізге болады. Енді Dash деген криптовалютаны жинау үшін төмен қарай түсеміз. Мына жерге Faucet Pay'ге тіркелген кезде қолданған электронды почтаң жазасың. Содан кейін төмен қарай түсесің. Яғни робот деген сөздің қасына галочка қоясың. Сосын мынандай реклама ашылып кетуі мүмкін. Рекламаны жауып тастайсың. Мына жерге галочканы қайтадан қоямыз. Капча ашылуы мүмкін. Капча ашылған жоқ. Мына жердегі сандарды мына жерден табамыз. 3, 1, 7, 9 дейді. 3, 1, 7, 9. Мына жерде таймер жүріп жатыр, көріп отырғаныңдай. Мына жердегі таймер біткеннен кейін Get Reward деген кнопка пайда болады. Сол кнопканың үстінен басамыз. Кішкене күте тұрамыз. Төмен қарай түсеміз. Көріп отырғаныңдай міне 175 Dash'тың тиынын берді. Енді Faucet Pay'дегі аккаунтымызға барамыз. Жинаған Dash'ымыз Faucet Pay'дегі аккаунтымызға түсті ме, түскен жоқ па, қарап көреміз. Faucet Pay'дегі аккаунтымызға кірдік. Төмен қарай түсеміз. Міне 175 Dash'тың тиыны түсті. Уақытын қараймыз. Бүгін 1 февраль, міне. Көріп отырғаныңдай кран төлейді. Екінші кран арқылы криптовалюта жинаймыз. Dogecoin деген криптовалютаны жинаймыз. Көріп отырғаныңдай бұл кранның балансында мынандай Dogecoin бар. Төмен қарай түсеміз. Бұл жерде де сондай. Мына жерге Faucet Pay'ге тіркелген кезде қолданған электронды почтаң жазасың. Яғни робот деген сөздің қасына галочка қоясың. Мына жерден мына сөздерді кезек-кезек қоямыз. Ең бірінші Fox деген сөз, екінші Tiger деген сөз, үшінші Ant, Cow. Мына жерде таймер жүріп жатыр. Таймер біткенше күтіп отыра тұрамыз. Енді мына жерде Get Reward деген кнопканың үстінен басамыз. Бұл жерде де кішкене күте тұрамыз. Төмен қарай түсеміз. Қанша Dogecoin берді, қараймыз. Міне мынандай Dogecoin берді. 3012 Dogecoin берді. Faucet Pay'дегі аккаунтымызға барамыз. Faucet Pay'дің сайтына
обновление жасаймыз. Төмен қарай түсеміз. Міне, мынандай Dogecoin берді. Бүгін 1 февраль. Келесі 3-ші сайтымыз. Tron деген криптовалютаны жинауға болатын сайт. Бұл жерде бұл сайттың балансында мынандай Tron тиындары бар. Төмен қарай түсеміз. Мына жерге тағы да Faucet Pay'ге тіркелген кезде қолданған электронды почтамыз жазамыз. Төмен қарай түсеміз. Яғни робот деген сөздің астына галочка қоямыз. Мына жерде мына сөздерді мына жерден табамыз. 1А, 2Б. Мынау 3Б, мынау 2Б, мынау 2А, мынау. Таймер жүріп жатыр. Таймердің біткенін күтеміз. Get reward деген басамыз. Төмен қарай түсеміз. Міне мынандай Tronның тиындарын берді. Келесі сайт. Litecoin жинауға болатын сайт. Бұл жерде де дәл сондай. Бұл кранның балансына қараймыз. Міндетті түрде бірінші. Төмен қарай түсеміз. Мына жерге Faucet Pay'ге тіркелген кезде қолданған электронды почтамызды жазамыз. Яғни робот деген сөздің астына галочка қоямыз. Алты, 5, 3, 4. Таймердің біткенін күтеміз тағы да. Get reward деген басамыз. Төмен қарай түсеміз. 153 Litecoin'ның тиынын берді. Келесі ең соңғы сайтымыз Solana деген криптовалютаны тегін жинауға болатын сайт. Бұл жерде де бұл сайттың балансында мынандай сатоши бар екен. Мына жерге Faucet Pay'ге тіркелген кезде қолданған электронды почтамызды жазамыз. Яғни робот деген сөздің астына галочка қоямыз. Реклама ашылып кетуі мүмкін. Кейбір кезде рекламаны жауып тастаймыз. Мына жерден мына сөздерді табамыз. Бірінші Tiger, екінші Cat, Cow, Monkey. Таймердің біткенін күтеміз. Get reward деген басамыз. Күте тұрамыз. Төмен қарай түсеміз. 159 Solanaның тиынын берді. Енді Faucet Pay'дегі аккаунтымызға барамыз. Сайтқа обновление жасаймыз. Төледі ме, төлеген жоқ па қараймыз. Төмен қарай түсеміз. Міне Tronның тиыны, Litecoin'ның тиыны, Solanaның тиыны. Бүгін жаңағы айтқанымдай 1 февраль. Түсінгеніңдей бұл сайттар арқылы криптовалюталарды осылай жинайсың, ешқандай да қиындығы жоқ. Сосын айтпақшы, бұл сайттардың реферальный программасы бар, яғни бұл сайттарға өзіңнің достарың шақыруыңа болады. Бұл сайттар реферальный программа бойынша 35% төлейді. Егер де бұл сайттар арқылы көбірек криптовалюта жинағың келетін болса, бұл сайттарға өзіңнің достарың шақыр. Сонымен бұл видеоны мен осы жерден аяқтағым келіп отыр. Егер де бұл видео саған ұнаған болса, міндетті түрде видеоға лайк бас, комментарий жаз, әртүрлі әлеуметтік желілерінде достарыңмен бөліс. Сонымен келесі видеода кездескенше.